Саламатсыңдар ма балалар? Жаратылыстану сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы адамдар жануарлардан не алады? Бүгінгі сабақта сендер жануарлардан қандай өнім алатынын білетін боласыңдар. Ал сабағымызды бастамас бұрын келесі видеодағы өлеңді тыңдап, жаттығуды бірге қайталайық. Қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бала, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Bir kadam артқа басамыз, аяқпенен топ. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтары айбат, былай ойнат. Жарайсыңдар балалар. Ал енді өткен сабақты еске түсірейік. Балалар, табиғатта өз бетінше тіршілік ететін жануарларды не деп атайды? Жабайы жануарлар дейді. Жарайсыңдар балалар. Жабайы жануарларға арыстан, қоян, аю, қасқыр, түлкі жатады екен. Ал адамдар күтіп баптайтын жануарлар не деп аталады? Дұрыс, үй жануарлар деп аталады екен. Оларға жылқы, сиыр, түйе, қой, ешкі, ит, мысық жатады екен. Балалар, үй жануары адамның жанында өмір сүреді екен. Адам оларға қамқорлық жасайды, күтеді, тамағын, суын береді. Адамдар жануарларға жылы қора, күрке, үйшігін салады, тамағын береді. Жануарлар да адамдарға пайдасын тигізеді. Мынау сиыр, ол бізге сүт береді. Сүт өте пайдалы және дәмді сусын. Сүттен біз сүзбе, құрт, қаймақ, ірімшік, май, тәтті ірімшік жасаймыз. Сүттен айран ұйытуға болады. Сүтте дәрумендер өте көп екен. Және сүт кішкентай балалар үшін өте пайдалы. Ал мынау жылқы. Жылқыға мінеді. Оны арбамен шанаға жегеді. Сүтінен қымыз ашытады. Ал мынау ешкі. Ешкі бізге сүтпен түбіт береді. Түбіттен жүп иіріп, түрлі тоқыма тоқиды. Ал мынау қой. Оның етін, жүнін аламыз. Жүнінен жылы қолғап, шұлық тоқуға болады. Ал мынау тауық. Одан жұмыртқа аламыз. Ал мынау адамның досы ит. Ол қасқыр мен ұрыдан сақтап, қора күзетеді. Мысықтың да пайдасы көп балалар. Ол зиян келтіретін тышқанды аулайды. Балалар, үй жануарларынан азық-түлік қана алмаймыз.
Олардың терісі мен жүнінен киім-кешек тігіледі. Мысалы, тон, ішік, былғары аяқ киімдер тігіледі. Қане зерттеп көрейік. Күнделікті өмірде жануарлардан алатын қандай өнімдерді қолданамыз? Ет, жұмыртқа, айран, сүт, май, ірімшік. Ал осы азық-түліктер қай жануарлардан алынады? Жарайсыңдар, қане бірге қайталайық. Ет, жылқы, қой, сиыр сияқты үй жануарларынан алынады. Тауықтан жұмыртқа, сиырдан сүт алынады. Ал сүттен айран, май, ірімшік жасаймыз. Ал енді бүгінгі сабақтан алынған білімдеріңді байқаймыз. Жануардан алынатын өнімдердің суретін бояймыз. Ал қане, болдық па? Тексеріп көрейік. Жануарлардан жұмыртқа, ет, май алынады екен. Жарайсыңдар, өте тамаша. Осымен сабағымыз аяқталды. Ал егер сабағымыз түсінікті болса, балалар, жасыл алманың суретін салайық. Ал сұрақтарың бар болса, сары алманы салыңдар. Мүлдем түсінбесеңдер, қызыл алманың суретін салайық. Ал сау болыңдар.